Саламатсыздар ма? Менің отбасылық арнама қош келдіңіздер. Бүгін балықты KFC қылып қуырамыз. Бізге бірінші керегі 1,5 кг лақа, паприка, куркума, қара бұрыш, тұз, балыққа арналған дәмдеуіш, майонез. Қазір біз балыққа мариновка дайындаймыз. Мына жерде 2 қасық тұз, жарты қасық қара бұрыш, 1 қасық толтырған паприка, жарты қасық куркума және де 1 пачка балыққа арналған дәмдеуіш. Майонез қосамыз. Енді осыған бәрін салып араласып бастырып қоямыз. Өйісті 1,5 сағат мариновкада тұрады. Мынау бізде 200 грамм ұн, 1 қасық паприка, 2 қасық жүгері крахмалы, осы балық қууға дайындаймыз. Өйістіп жақсылап араластырып аламыз балық қууға. Енді осылармен балық қуырамыз. Дайын болған балығымызды енді қуырамыз. Бірінші ұнға саламыз. Жақсы ұнға айырылсын. Жұмыртқаға саламыз. Қайтадан ұнға саламыз. Осылай 5 минут жай отқа қуырып аламыз. Мінекей балығымыз дайын. Өте дәмді болды. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмесеңіздер, каналыма тіркеліп кетіңіздер.